Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметкерлерін, зейнеткерлерді және ардагерлерді бүгінгі 7 мамыр Отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтай отырып, халқына шат-шадыман күлкімен тыныш өмір сыйлауда, еліміздің өркендеуі жолында атқарып жатқан қызығы мен шыжығы қатар жүретін қызметтеріңізге толағай табыс тілейміз. Таң сазарып атқан шақтан ымырт қараңғы түскен кешке дейін сілесі қатып, нар тәуекел байлап, қылмыстың алдын алуда өкшесі жерге тимей жүрген сіздердің еңбектеріңіз ұшаң теңіз. Тіпті дүниенің төрт бұрышы сіздердің қорғауыңызда, қанаттарыңыздың астында тұр десек те жалған емес. Ақтүтек боранды үскірік күні де, қос қанаты күйген 40 күн шілде ішінде бір адамның басына қиындық туса, қас пен көздің арасында тізгін ұшымен екі өкпесін қолына алып жүгіріп, оңғай асықтай жылдам жететін ер азаматтарымыз елінің қорғанышы, жұбанышы, халқының қалаулысы, елінің елеулісі деп мақтанышпен айталамын. Аттыға жол, ауыздыға сөз бермейтін қасқыр жүректі ер азаматтарымызға мың алғыс.